Сәлеметсіз бе, құрметті оқушы? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Абайды оқы, таңырқа. Біз сізбен бүгін оқылым дағдысы бойынша жұмыс жасаймыз. Сабағымыздың мақсаты қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстыру, қарама-қарсы ақпараттарды анықтау. Сабақ барысында мақсатқа қол жеткізу үшін не істейміз? Бірінші қадам – жаңа сөздермен танысамыз. Екінші қадам – мәтіндерді оқып, Вен диаграммасын толтырамыз. Үшінші қадам – мәтіндер бойынша ақпараттарды іріктеп, сұрақтарға жауап береміз. Ендеше, мәтінді оқымас бұрын жаңа сөздермен танысып алайық. Алдымен берілген сөздерді дұрыс оқыңыз. Сөздер сізге таныс болуы мүмкін. Мағынасын түсінуге тырысыңыз. Сөздерді дауыстап оқыңыз. Сосын дәптерге жазып алыңыз. Бұл сөздер мәтін мазмұнын түсінуге, тапсырмаларды орындауда қажет болады. Келесі тапсырма түрі жаңа сөздерді есте сақтауға бағытталған. Кестеде берілген сөздерді мұқият оқып шығыңыз. Сол жақ бағанда ұсынылған жаңа сөздерді оң жақ бағанда берілген суреттермен сәйкестендіріңіз. Тапсырманы орындау үшін сөздікті қолдануға болады. Тапсырманы орындасаңыз, дұрыс жауап нұсқасымен тексеріп шығайық. Сөздердің мағынасына тағы бір рет назар аударып, есіңізде сақтап алыңыз. Негізгі тапсырманы орындау үшін сіз Вен диаграммасын есіңізге түсіруіңіз керек. Тапсырма бойынша сіз ұсынылған мәтіндердің мазмұнын Вен диаграммасы арқылы салыстыруыңыз керек. Тапсырманы орындау үшін мәтіндердің мазмұнына назар аударыңыз. Мәтіндерді мұқият оқып, ұқсастықтарын анықтаңыз. Әр мәтіннің өзіндік ерекшелігіне назар аударыңыз. Құрметті оқушы, сізге ұсынылып отырған мәтін үзіндісі мен тапсырмалар үлгі екенін есіңізге саламын. Мәтіндерді мұқият оқып шығыңыз. Мәтіндерді оқып болсаңыз, тапсырманы орындаңыз. Тапсырманың ықтимал жауабына назар аударыңыз. Екінші тапсырмада сізге кестеде 3 ақпарат берілген. Тапсырма бойынша сіз қай ақпарат екі мәтінге ортақ екенін және қандай ақпараттар бір-біріне қарама-қарсы екенін анықтауыңыз керек. Тапсырманы орындаңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыз, жұмысыңызды дұрыс жауаппен тексеріңіз. Келесі тапсырмаға көшейік. Мәтіндерді мұқият оқып шығыңыз. Мәтіндерді оқып болсаңыз, тест тапсырмасын орындаңыз. Тапсырманы орындау үшін сұрақты мұқият оқыңыз. Тапсырманы орындап болсаңыз,
жауап нұсқасымен жұмысыңызды тексеріңіз. Соңғы тапсырмаға көшейік. Тапсырманы орындау үшін мәтіндердің мазмұнын есіңізге түсіріп, негізгі ойына назар аударыңыз. Ұсынылған сұраққа жауап беріңіз. Тапсырманы орындап болсаңыз, ықтимал жауаппен танысыңыз. Сіздің жауабыңыз басқаша болуы мүмкін. Жауабыңыз қате болып есептелмейді. Жарайсыз балақай, сіз тапсырманың барлығын тамаша орындадыңыз. Сізге көп рахмет.